Былтырға қарағанда биыл қыс мезгілі мына ортасына келгендіктен 25 құтқару жұмысы жүргізілді. 20 құтқару жұмысы жүргізілді. Одан 25 адам құтқарылды. 5 адам мәйіті түсірілді және 5 адамға психологиялық көмек көрсетілді. Алдыңғы жылдан қарағанда қазіргі таңда құтқару жұмыстары азайды деп айта алмаймын. Өйткені сол қалпы қыстың ортасына келсек те уже 20-дан астам құтқару жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде 2-3 құтқару жұмысы өте қиын болды. Қар көшкіні жүрді, 3 жасөспірім қайтыс болды. Одан бөлек бір жасөспірім қыз сноубордпен шыңнан түсем деп жоғалып, ол қызды 2 күн іздеп, 2 күннен кейін табылған. Сондай қалған құтқару жұмыстары жас өспірімдер, студенттер туристік маршруттарда құлап, бастарын жарақаттап, қолдарын жарақаттап, аяқтарын жарақаттап, либо кеш мезгіліне қалып қалып, күн батып, жолды таппай қалған құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр.